Қазір сіздермен иррационал теңдеулерге байланысты есептерді қарастыратын боламыз. Бұл бірінші есеп x азайтылған түбірдің астында x қосылған 5 азайтылған 1 тең 0 дейді. Бұны шығармас бұрын бірінші ықшамдап алайық. Сонда x азайтылған 1 бұл тең түбірдің астында x плюс 5 екен. Енді x минус 1 үлкеніне тең 0. Анықталу облысын ескереміз. Үлкен немесе тең 0. Сосын барып теңдіктің екі жағын ғана квадраттауымызға болады екен. X минус 1-дің квадраты ол тең x қосылған 5. Ал енді осы теңсіздікті шығаратын болсақ, бұдан бізде біріншісінен x үлкеніне тең 1 деген шығады. Екіншісінен x үлкен немесе тең минус 5. Ал келесі x квадрат азайтылған 2x қосылған 1. Ол тең x қосылған 5. Ал енді бірінші екеуінің қиылысуынан менде x үлкен немесе тең 1 деген шығады екен. Ал енді бұл теңдеуді шығаратын болсақ, бұдан бізде қазір x квадрат азайтылған 3x азайтылған 4 тең 0 деген шығады екен. Ал енді осы квадраттық теңдеуді шығаратын болсақ, бұл бізде қалай жіктеледі? Вет теоремасы бойынша x азайтылған 4, келесі x қосылған 1 тең 0 деп жіктеледі екен. Сонда бұдан x тең 4 және x тең минус 1 деген шықты. Ал енді осы екеуінің қайсы анықталу облысында жатыр екен? Тек қана 4 деген жауап. Олай болса, жауабын жазайық. Жауабы x тең 4 деген болады екен. Ал x тең минус 1 бұның төрі бола алмайды екен. Себебі минус 1-ді апарып сіздер мына жерге қоятын болсаңыздар, сіздер қазір қандай теңдікті аласыздар? Минус 2 тең түбірдің астында минус 1 қосу 5 деген. Ал бұл бізде көріп отырғандарыңыздай шешімі жоқ болады екен. Себебі түбір астынан тек қана оң сан шығады, ал ол теріс санға тең бола алмайды екен.